Сәлеметсіздер ме көрермендер? Мен экоблогер номинациясына қатысушы, екінші жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Бимұрза Айнабат. Жалпы экология деген не? Бұл қоршаған ортадағы күрделі проблемаларды зерттейтін, оларды шешуге ұсыныс жасайтын саланың түрі. Қазақтар жас кезінен табиғатты сүйіп, оған ілтипаттықпен қараған. Қазіргі заман талабының өзгеруіне байланысты қазіргі жастар оған аш көзікпен қарай бастады. Оның екі салдары сулардың құрғап кетуі, ауаның ластануы. Тыйым салынған полигондар, яғни заңсыз немесе жабық қоқыс ұстау орындары туралы тоқтала кетсек. Біріншіден, экологияны ластайды. Қоқыс дұрыс өңделмесе, топырақ, су және ауа ластанады. Полигон маңындағы өсімдіктер мен жануарлар жойылып кетуі мүмкін. Бұл табиғи тепе-теңдікті бұзады. Екіншіден, адам денсаулығына қауіп. Қоқыстан шыққан зиянды заттар мен иіс тыныс жолдарына, терге зиян. Улы қалдықтар, мысалы пластик, батарейкалар, химикаттар адам ағзасына жиналып түрлі ауру туғызады. Үшіншіден, су көзін улайды. Полигоннан шыққан сулар жер асты суларымен араласып, ауыз суға зиян келтіреді. Бұл ауылдық жерлерде өте қауіпті, себебі тұрғындар сол суды пайдаланады. Төртінші, эстетикалық және туристік зиян. Қоқыс үйінділері қаланың немесе ауылдың келбетін бұзады. Туризм дамымайды, өйткені лас ортаға ешкім келгісі келмейді. Бесінші, өрт шығу қаупі жоғары. Қоқыс полигондарында жиі өздігінен от тұтанып, үлкен өрттерге әкеледі. Мұндай өрттер ауаға улы түтін таратып, жақын маңдағы тұрғындарға зиян тигізеді. Біз заңсыз қоқыс тастайтын жерлердің және полигондардың шешімін табу үшін сыныптастарыммен ақылдаса отырып сенбілік акциясын ұйымдастырдық. Бұл жай ғана қоқыс жинау емес, бұл табиғатқа деген қамқорлығымызды көрсететін күн. Мен үшін бұл акция айналама пайдалы іс жасау мүмкіндігі. Біз аз да болса қоршаған ортаның жақсаруына үлес қоса аламыз. Қарапайым қадамдар үлкен өзгеріске жол ашады. Тыйым салынған полигондарда кейде қауіпті қалдықтар жасырын түрде тасталады. Мысалға, өндірістік және медициналық қалдықтар. Бұл болашаққа үлкен қауіп және экологиялық қылмыс.